Адал азамат мемлекет тірегі. Қазақстан саяси жаңғыру мен әлеуметтік қатынастардың терең трансформациясынан өтіп жатыр. Қысқа мерзім ішінде мемлекеттік басқару жүйесінде ауқымды реформалар жүзеге асырылды. Конституцияға енгізілген түзетулер азаматтардың шешім қабылдау процесіне қатысу мүмкіндігін кеңейтіп, адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау тетіктерін айтарлықтай нығайтты. Елде билік институттарының жаңа сапалық құрылымы қалыптасты. Билік пен қоғам алдында тұрған ортақ міндет әділ, ашық және бәсекеге қабілетті жүйе қалыптастыру. Осы тұрғыда ұлттық дамудың және саяси жаңғырудың негізін құрайтын идеялық тұғыр мен құндылықтар жүйесін айқындау мәселесі өзекті бола түсті. Мемлекеттік идеологияның тиімді жүзеге асырылуы, ақпараттық ашықтық пен азаматтық жауапкершіліктің жоғары болуы, тұрақтылық пен өркендеудің негізі, ұлттық бірегейліктің тірегі, азаматтардың мүддесін қорғаудың кепілі. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық құрылтайда сөйлеген сөзінде қоғамның рухани дамуының перспективалары мен тұжырымдамалық бағдарын ғана айқындап берген жоқ. Сонымен қатар еліміздің жаңа идеологиялық стратегиясын іске асырудың нақты қадамдарын ұсынды. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин ұлттық құрылтайдың әділетті Қазақстан, адал азамат тақырыбында Түркістанда өткен екінші отырысынан кейін осындай пікір білдірді. Біріншіден, мемлекет басшысы ұлттың жаңа сапасын қалыптастыруды, ұлттық құндылықтарды одан әрі дамытуды, халқымыздың бірегейлігін нығайтуды, идеологиялық жұмыстың басты басымдықтары ретінде айқындап берді. Екіншіден, Қасым-Жомарт Тоқаев президент қызметіне кіріскен сәттен бастап, тәуелсіздік мұраты мен патриотизм, еңбек пен білім культі, құқық пен тәртіп, адамгершілік пен жауапкершілік сияқты құндылықтарды мақсаты түрде алға тартып келеді. Енді президент бұл құндылықтарды әділетті Қазақстан, берекелі қоғам, адал азамат атты бірыңғай тұжырымдамаға біріктіріп отыр. Үшіншіден, мемлекет басшысы білім, ғылым, мәдениет салалары бойынша нақты жобалар ұсынды. Ал бұл еліміздің идеологиялық бағытын дамытудың нақты бағдарламасы, деді мемлекеттік кеңесші. Сондай-ақ Ерлан Қарин аталған бастаманың жұртшылыққа ұсынылған уақытын атап өтті. Біз қазір саяси реформалардың басым бөлігін жүзеге асыруды аяқтап, экономикада үлкен өзгерістерді бастайтын сәтте тұрмыз. Сондықтан президенттің қоғамдық құндылықтарды нығайту туралы бастамасы дер кезінде көтеріліп отыр. Жалпы алғанда президент реформаларының 3 бағыттағы үйлесімділігін көріп отырмыз: саясат, экономика, идеология, деді мемлекеттік кеңесші. Бағдарлама Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.